Всем привет! Бүгін менің влогымның бірінші күні деп айтуыма болады. Бірақ та мен осыға дейін көп видео, сурет түсірген болатым сіздерге арнап. Бірақ олардың барлығын мен сала алмадым, потому что менде ұбт болды. Олардың бәрі қазір сәл ұйқаспайды видео ретінде, но ұйқастырып салуға тырысып салатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, лайк басып подписаться етіп кетіңіздер. Мен кешенің өзінде дұрыс түсірмеген, бүгіннен бастап жатырмын барлығын. Соған қазір дайындалып видеоны монтаждайын деп жатырмын. Онымен қоса мен 25 майдың видеолары бар. Негізі көп нәрсе түсірген, бірақ та ол кәдімгі ютубтың несімен шықпай тұрды. 4 бұрыш шықпайды, ол телефон түк түсірілген болғандықтан олар сәл онша емес шығады. Но сонда да салуға тырысамын. Еще менде пиндоштан заттар заказ берген, оның бәрін түсіруді ұмытып кеткем. Бір қора деп айтуға болады, заттар берген болатын. Өзіме керекті киімдер емес, бірақ заттар берген болатын. Қазақстанда жоқ дейтіндерді, но олардың бәрі түспей қалдым. Біз кафеге барған болатынбыз сыныптағылармен бірге. Солар бар, оларды да дұрыс түсірмегенмін мен, бірақ ұйқаспайды сәл. Но ұйқастырып салуға тырысам енді. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер, айтқанымдай. Бұйыртса осы видеода барлық бұл керек деп ойлаймын. Өйткені где-то көп минуттай болады. Өйткені біраз нәрсе бар. Біз еще көйлек алған болатынбыз, уже 5 күн тойға барамыз. Солардың барлығы бар. Соған дайындалып жатырмыз қазіргі кезде. Мен ертең барып подругама сыйлық алуға барамын. Предупреждать етіп бәрін қойып қояйын деп тұрмын. Қазір бізге қонақтар келеді. Біз манты жасап дайындалып жатырмыз. Мына жерде мен сабақ оқығам, ұбт-ға дайындалып айтайын. Прям қатты суреттерді салам. Тоже ұбт-ға қалай дайындалғаным туралы видео суреттерді салам. Мына жерді жинап, тазалап, басқа заттарды қойдым, потому что бұның ішінде көк дәптер, жасыл дәптер, солардың бәрі ғана, дәптерлер ғана тұрды. Потом, ё-моё, дедім, ұбт бітті, 20 күні, 20 июньда бітті, сразу бәрін жинап, ана шкафқа салып қойдым, потому что көргім келмеді уже, мынандай шаршап кеттім. Сояққа басқа заттарды қойып қойдық. Мынау пиноштан берген затым мынау. Мен осыға дейін көп киім алдым еще, оның бәрі түспеген видео суреттерге. Ал менде ол бір проблема болып тұр почему-то. Сол видеоны соңына дейін көріңіздер, мен барлығын түсіндіріп, осы видеода айтқым келген ғой. Барлығын бір андай ұйқасып тұр деп ойлаңыздаршы, өтініш. Потому что мен осыға дейін 2 айдың өзінде менде біраз нәрсе болды. Біз Венеткаға бардық, қыдырдық, сыныппен бардық, уже мектеп бітіріп тастадық, выпускной келеаттыр, уже солардың барлығын түсіремін негізі. Енден бастап түсіремін, бірақ уже поздно болып кетті, но қазір мен бірақ өзімнің мынандай видео түсіріп жүретін арқасында видеолар көп. Так что салам. Сол үшін ұйқастырып көріңіздер енді. Соңына дейін лайк басыңыздар. Всем привет! Бүгін бізде 24.05.2026. Біз қазір душқа түсіп алдым. Қазір мынаның үстін реттеп, содан кейін крем жағып, қасымды бояп, содан кейін дайындыққа кетем. Заодно мен алатын заттарым бар, соларды алуға барып келем қазір. Түсті ме? Затында алайын. Такая корзиночка тоже очень хорошая, за 10. Әлем достар. Асаби мейкапқа келе жатырмыз. Қатты сезіліп отыр, 11 бітірген. Қатты, прям. Айшака бәрі ұйықтап отқанда айтам ғой, ама бүйт. Сәлем достар, бүгін біз 11 бітіреміз. Қазаттарымыз сап алдық енді. Бұл не тұтылым? Ал кеттік. Мен сөзім жақтамадым. Ешқандай сөзім жақтамадым.
мен жаңағы видеода 25 майдың видеоларын салып тастаған болатынмын, көргендеріңіздей. И бізде кортеж болған жоқ. Кортеж выпускнойда болады. Выпускной бізде әлі алдымызда. Шілдеде болады, сол кезде салатын боламын. Ол кезде сосын 25 майда біз вальс биледік, и еш жерге барған жоқпын мен, өйткені қыздар барды, мен бармадым. Мен дейтін бір-ақ сағат ұйықтағам, сосын қой деп үйде ұйықтап, көп сыйлық алған болатын. Ол сыйлықтарды қазір ортасына салам керек. Ұмытып кеттім мен оны, блин. Қазір салам. И мен алтын алдым, 100 роза алдым, көптеген гүлдер алдым. Оның барлығын инстаграмнан көре аласыздар. Инстаграмда белгілеп кетемін. Инстаграмнан бүткіл салған видео, гүл қандай подарок бергендері барлығы сол жерде бар. Инстаграмда суреттердің ішінде бар. Және де постқа да салған болатынмын, тиктоктан да салған болатынмын. Сол жерден көрсеңіздер болады. 25 май менде мен үшін күшті өтті, өйткені мен бәрінен де көп сыйлық алған болатынмын. Мен ең басты сыйлығым ол iPhone 17 Pro Max алған болатынмын. Маған папам алып берді. 24 күні барып біз алып келген болатынбыз, өйткені маған 25 күні керек болды видео суреттерге түсуге телефоныма. Осы телефонға түсіріп барлығын жөндетіп 24-те алған болатынмын бұл телефонды. Но негізі бұны маған 25 майға подарок бердім. Көрдіңіздер ғой, мен уже осы жылы потолоктың бәрін қойып тастадым. Гүлді де алдым, гүлдің еще көкесін алған болатын. Бірақ олар видеода кішкене көрініп тұр, бірақ кішкене мен көтере алмадым ол гүлдерді, потому что маған ауыр болды. Үйге келіп мен мына жерін полный толдым, мына бөлме. И олардың бәрін видеоға түсірген болатын, бірақ ол да бетімен былай ұстап түспеппін да. И соған сәл өкіндім. Сөйтіп ертеңгісі курсқа бар, сабағыма дайындалған болатынмын. Ал ары қарай видеоларды көріңіздер, соңына дейін лайк басыңыздар. Это голубой. Монтажика написала, что он отвешен. Как даст ответ, да. Мен ең потол саяби 40 мың теңге болған есімде. Кімді қалатын оны? Болмаса